Барлықтарыңа сәлем оқушылар, сіздермен бірге Қайыржан ағай, және бүгін бізде қысқаша видео сабақ ретінде импульстің сақталу заңы, яғни қанда импульстің сақталу заңын былайша қарастырып өтетін боламыз. Негізі импульстің сақталу заңы не дейтін болсаңыздар, ол егер де жүйедегі жалпы импульсіміз соқтығысқа дейін және де соқтығысқаннан кейінгі импульстері сақталуын біз импульстің сақталу заңы деп атаймыз. Енді ол соқтығысу екіге бөлінеді. Біріншісі серпімсіз, ал екіншісі серпімді. Ал бүгінгі видео сабақта тек қана осы серпімсіз соқтығысуды қарастыратын боламыз. Енді жалпы серпімсіз соқтығысу дегеніміз не десеңдер, ол жалпы жүйедегі импульстің сақталуы, бірақ та энергиялардың бір бөлігі жылу мөлшеріне айналып кететін соқтығысуды атаймыз. Яғни айтқанда, бір денеміз екінші денемен соқтығысқан кезде олардың жалпы импульсы сақталып, бірақ та мына бір соқтығысқан кездегі, яғни екі дененің соқтығысқан кезіндегі бір қандай да бір жылу мөлшеріне айналып кетеді біздің энергиямыз. Енді біз соқтығысудың мынандай бір түрлерін қарастыратын болсақ, енді серпімсіз соқтығысу, яғни айтқанда серпімсіз соқтығысудың екінші дене тыныштықта тұрса дейді. Яғни айтқанда бір денеміз бар, яғни айтқанда мен мынандай бір шариктермен келтіретін болсам, бір дене оңға қарай қозғалып келе жатыр v1 деген жылдамдықпен, массасы m1 болсын. Енді ол екінші дене тыныштықта тұратын болса, оның v2 жылдамдығы 0-ге тең, бірақ та олардың m2 деген массасы бар. Енді біз мынау до болатын болса, яғни соқтығысуға дейін болатын болса, серпімсіз соқтығысу дегеніміз жалпы соқтығысқаннан кейін екі дене бір бағытта бірдей қозғалуы. Яғни қандай да бір v3 жылдамдықпен массасы бұлардың, яғни екеуі бірге қозғалған себепті олардың массаларының қосындысына тең болады, m1 қосылған m2-ге. Енді біз мұнау после, яғни соқтығысудан кейінгі денелеріміздің суреті. Енді бұл бойынша импульстің сақталу заңын жасатын болсақ, біз x осьін алатын болсақ, осы x осьмен біз бағыттас және де қарама-қарсы етіп қарастыратын боламыз. Бірінші импульсіміз, яғни бірінші дененің m1 v1 жылдамдығы қосылады m2 v2 жылдамдығы, ол тең болады m1 қосылған m2 және де v3 жылдамдығы. Енді ол тыныштықта тұрған себепті екінші денеміз, оның жылдамдығы 0-ге тең болғасын, оның жалпы импульсі 0-ге теңеседі. Сонда бізде формуламыз m1 v1 тең бола салады m1 қосылған m2 және де көбейтілген v3 жылдамдығымыз. Осы бізде мына бір жағдайдың импульстерінің сақталу заңы болып табылады екен. Енді көбінесе мынаны бүйтіп бояп қоя салайын, маркер алып бүйтіп бояп қоя салсақ. Бұл негізгі формуламыз. Ал енді көп есептерде нені сұрайды десеңіздер, бұл соқтығысудан кейінгі денелердің жылдамдығын сұрау мүмкін. Мына жерде пероға қойып алайын. v3-ті сұрау мүмкін көбінесе. Онда біз жай ғана m1 көбейтілген v1 бөле саламыз оны m1 қосылған m2-ге. Осы біздің жалпы мына бір денелеріміздің қорытқы жылдамдығы болып табылады екен. Енді бұл бірінші жағдай түсінікті деген ойдамын. Екінші жағдайға көшетін болсақ, бізде серпімсіз соқтығысудың екінші дене бағыттас қозғалса. Ол дегеніміз қалай? Ол дегеніміз мына бір бірінші денеміз, яғни массасы m1 болатын v1 жылдамдықпен қозғалып келе жатқан дене, оған массасы m2 болатын бір дене бағыттас қозғалатын болса, v2 деген жылдамдықпен. Бұл сендерде соқтығысуға дейін до. Ал енді олар после деген қалай болады десеңіздер, екеуі бір-бірімен соқтығысады да жалпы оңға қарай қозғалып кетеді. Оңға қарай v3 деген жылдамдықпен қозғалатын болса, олардың тоже массалары қосылады, яғни m тең болады m1 қосылған m2-ге. Бұл сендерде после. Енді жігіттердер, олардың импульстерінің сақталу заңы бойынша жазатын болсақ, біз x осьін аламыз. X осьін. Қарасаңдар, бірінші дененің импульсы оңға қарай бағытталған ғой. Жылдамдық қайда қарайды?
импульсіміз де сол жаққа қарай бағытталады. Сонда М1 В1 қосылған бізде X осымен бағыттас болған себепті екінші импульсті де қосамыз. М2 В2 ол теңеседі мына бір үшінші импульсімізға. Сонда жақша ішінде М1 қосылған М2 көбейтілген В3 жылдамдығымыз. Бұл сендерде осы бір жағдай үшін импульстің сақталу заңының өрнегі болып табылады екен. Оны тағы да бүйтіп бояп қоятын болсақ, қара емес енді. Мына бір сары цветпен бояп тастайық. Бұл сендерде импульстің сақталу заңының өрнегі болып табылады. Енді бұл жерден көбінесе нені сұрайды деп ойлайтын болсаңыздар, бізде есептерде көбінесе мына бір қорытқы жылдамдықты сұрайды барлығында да. V3-іміз тең болады бізде М1 В1 қосылған М2 В2 бөлінген бізде М1 қосылған М2. Бұл сендерде осы бір импульстің сақталу заңы үшін соқтығысудан кейінгі денелердің жылдамдығы болып табылады екен. Енді бұл бағыттас болған екінші шарты. Келесі шартына көшетін болсақ, бұл сіздерде серпімсіз соқтығысу, бірақ та екінші дене қарама қарсы қозғалатын болса. Яғни айтқанда, бірінші дене қандай да бір V1 жылдамдықпен М1 массалы дене V1 жылдамдықпен оңға қарай қозғалып келе жатыр. Екінші денеміз бір қандай да бір V2 жылдамдықпен масса 2 деп қойын. Солға қарай қозғалып бара жатса. Енді бізде мынандай бір шарт орналасу қажет. Мынаның импульсі P1 болса, мынаның импульсі P2, я? P2. Енді түсіну алу қажет нәрсе, осы жерде қайсы денелердің импульсі көп, мысалға P1 үлкен болатын болса P2-ден, онда сендерде жігіттерзар, мына жаққа жазып қоясайын, жоғар жағына. Қайқайлы. Мына жерге P1 үлкен болатын болса P2-ден, ол сендерде бірінші денеміз мына тұрған екінші денені ол өзімен қоса итеріп алып кете салады екен. Яғни айтқанда оңға қарай V3 деген жылдамдықпен. Әдеттегідей М1 қосылған М2. Енді бұлар үшін импульстің сақталу заңын жазатын болсақ, X осіне аламыз. Бағыттас қой барлығы. Яғни М1 В1. Қарасаңыздар, екінші дененің бағыты ол X осіне қарама қарсы. Сол себепті оның алдына азайту М2 В2 тең болады. Мына бір үшінші қарайтын болсақ, яғни соқтығысудан кейінгі денелер оңға қарай қозғалған, сол себепті қосу бола салады. М1 қосылған М2 көбейтілген V3 жылдамдығымыз. Енді бұл сендерде осы бір үшінші шарттың қарама қарсы қозғалған шарттардың ол сендерде импульстің сақталу заңы болып табылады. Бұл өрнек. Енді бұл жерден көбінесе тағы да осы бір қорытқы жылдамдықты сұрау мүмкін. V3 ол сендерде жай ғана М1 V1 азайтылған М2 V2 бөлінген сендерде М1 қосылған М2 бола салады екен. Бұл жалпы жылдамдықтың формуласы. Енді жігіттерзар, екінші жағдайы бұның бізде мынандай болуы мүмкін. Бізде бірінші дененің импульсі екінші дененің импульсынан кіші болатын болса қандай болады дейді. Қайсы дененің импульсі көп, сол дене өзімен қосып алып кететін болады денені. Яғни айтқанда мына жерге кішкентай етіп көрсетіп салайын. Мына жаққа қарай V1 жылдамдықпен М1 массалы дене оңға қарай қозғалсын. Мына жаққа қарай V2 жылдамдықпен М2 дене қозғалатын болса, бізде жалпы екінші дененің импульсі көп болатын болса, олар солға қарай қозғалып кете салады ғой, V3 жылдамдықпен. Массалары М1 қосылған М2 бола салады. Сонда осы жағдай үшін біздің негізгі импульстің сақталу заңының өрнегі М1 V1 негізінде былай алатын болсақ, давайте. Мынау бір X ось деп алатын болсақ, онда бірінші импульсіміз ол бағыттас болып тұр. Азайтылған оған қарама қарсы екінші дененің импульсі, яғни минус P2 тең бола салады минус P3 десек. Енді бұлар барлығы векторлық түрде жазылуы. Енді оларды скаляр түрге келтіретін болсақ, жай ғана P3 тең болады P2 азайтылған
P1 дей салсақ та болып тұр екен. Енді бұны ашып жазатын болсаңыздар, сіздерде M3 V3 тең болады M2 V2 азайтылған M1 V1. Бұл сендерде мына бір екінші жағдайдың бір импульсінің сақталу заңының өрнегі болып табылады екен. Сонда бізде маркермен давайте бояп қосайық. Бұл сендерде жалпы импульсы кіші дененікі. Енді бұл жерден де бізден сұрауы мүмкін, мына бір жылдамдықты сұрауы мүмкін. Ол сендерде V3 жылдамдықтарын әдеттегідей қандай? M2 V2 азайтылған M1 V1 бөлінген M1 қосылған M2 бола салады екен. Бұл сендерде мына бір формуладан шығарылған өрнек. Енді түсінікті деген ойдамын. Давайте осы бір үш жағдай үшін біз есептерді шығарып көрсек. Бірінші есеп, бірінші дененің массасы 6 кг, жылдамдығы 8 метр секунд дейді. Ол тыныштықта тұрған массасы 2 кг екінші денемен серпімсіз соқтығысады дейді. Серпімсіз. Енді қараңдар, яғни бірінші денеміз массасы 6 кг дене, ол 8 метр бөлінген секунд жылдамдықпен алдыға қарай қозғалып келе жатыр. Және де оның алдында тыныштықта тұрған 2 кг дене бар. 2 кг дене. Енді олар серпімсіз соқтығысатын болса, бірге қозғалып кетеді, ол алдыға қарай. Бірге алдыға қарай қозғалып кетеді. Қандай да бір V3 деген жылдамдықпен. Ал олардың массасы қанша болады десеңіздер, мына бір дененікі 6, мына бір дененікі 2, сонда олар бірігіп қозғалатын болса, жалпы 8 кг дене бола салады екен. Сонда қарайық. Сонда бізде P1 импульсіміз бар. P2 импульсіміз ол сендерде жылдамдық, яғни 0-ге тең болған себепті, тыныштықта тұрған себепті. Оның импульсы 0-ге теңсет, бізде бары үшінші импульс. Сонда біз жазатын болсақ, M1 V1 тең бола салады M1 қосылған M2 көбейтілген V3 жылдамдық. Енді осы жерден давайте біз табуымыз керек нәрсе сұрап тұр бізде соқтығысудан кейінгі денелердің ортақ жылдамдығы V3 сұрап тұр ғой бізден. Сонда M1 көбейтілген V1 бөлінген M1 қосылған M2. Енді бұл жерде қарайтын болсақ, массасы 6 кг, көбейтеміз 8-ге, бөлеміз 6-ға 2-ні қосатын болсаңыздар 8, сонда 8 бен 8 қысқарады да бізде 6 метр бөлінген секунд деген жауап шыға салады екен. Яғни қанда біздің ортақ жылдамдығымыз небәрі 6 метр секунд деген жауап бола салады екен. Кеттік келесі сұраққа. Келесі сұрақ бізде массасы 8 кг дене 6 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келеді. Оның алдында сол бағытта массасы 4 кг дене 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр дейді. Енді денелер серпімсіз соқтығысып бірге қозғалады. Соқтығысудан кейінгі денелердің ортақ жылдамдығы қандай? Енді суретін салатын болсақ, бір шар, оның массасы 8 кг, алдыға қарай 6 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Оның алдында 4 кг дене 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Сонда мына бір денеміз қуып жетіп, оны соғады ғой артынан. Сонда екеуі бірге қозғалып кетеді. Қандай да бір V3 деген жылдамдықпен, және де олардың массасы жалпы 12 кг бола салады екен. Сонда біз импульстың сақталу заңының формуласын жазатын болсақ, бұл жерден M1 V1 қосылған, қараңыздар, бағыттас болған себепті қосу деп алып жатырмын. Бағыттас болған себепті M2 V2 тең болады, массаларын қосатын болсақ, M1 қосылған M2 көбейтілген V3 жылдамдық. Сонда бұл жерден енді сұрап тұрғаны ортақ жылдамдығы, соқтығысудан кейінгі V3 жылдамдығымыз бізде тең болып тұр. M1 V1 қосылған M2 V2 бөлінген масса 1 қосылған масса 2. Сонда бұл жерде енді жай ғана V3-ті өрнектей салатын болсақ, сандарының барлығын қойып, 8 көбейтілген 6 қосылған неше? 4 көбейтілген 2 бөле саламыз оны 12-ге. Сонда бізде қанша шығады? 8 6 48, қосатын болсақ оған 8-ді бөлеміз 12-ге. 48-ге 8-ді қосатын болсақ, давайте қосып жіберейік. Бөлеміз оны 12-ге. Ол сендерден 4,167 метр бөлінген секунд деген жауапты бере салады екен. Яғни айтқанда біздің С жауабымыз дұрыс деген сөз.
Келесі сұрақ, үшінші сұрақ болсын. Бізде мынандай екен. Массалары 7 килограмм және 3 килограмм, ал жылдамдықтар сәйкесінше 3 метр секунд және 2 метр секунд болатын екі дене бір-біріне қарама-қарсы қозғалып, серпімсіз соқтығысады. Соққыдан кейінгі денелердің жалпы жылдамдығы. Давайте мына жерге бірінші 7 килограммдық нәрсені салып қойын. 7 килограммдық. Ол сендерде 3 метр бөлінген секунд жылдамдықпен келе жатыр. Ал мына жақта 3 килограмм дене, ол қарама-қарсы бағытта 2 метр бөлінген секунд жылдамдықпен келе жатсын. Қараңдар, қайсының бізде импульс көп? Мынау P1 деп алатын болсақ, ол сендерде M1 V1. А мынау P2, ол M2 V2 болсын. Қайсының импульсы көп? P1 бізде қаншаға тең? 7-ні 3-ке көбейтетін болсаңыздар, 21 килограмм метр бөлінген секунд. Ал екінші импульсымыз ол сендерде 6 килограмм метр бөлінген секунд. Сонда бізде көріп тұрсыңдар, бірінші импульсіміздің, яғни бірінші дененің импульсы екіншісіне қарағанда көбірек. Сол себепті ол екінші денені оңға қарай өзімен бірге тартып алып кетеді. Сонда мына жаққа үлкен дене кішкентай денені жалпы V3 жылдамдықпен тартып бара жатқанын салып қойсақ, олардың массасы бізде 10 килограмм бола салады екен, 10 килограмм. Енді импульстің сақталу заңын жазатын болсақ, X осымен бағыттас, давайте X осымен сызып алайық, X осымен бағыттас бізде бірінші импульсіміз бар, Оған азайтамыз. Не үшін азайтамыз? Өйткені екінші дене қарама-қарсы қозғалып келе жатыр. Азайтамыз P2-ні тең болады P3-тің векторы. Сонда бізде M1 V1 азайтылған M2 V2 тең бола салады M1 қосылған M2 V3 деп қойсам. Енді бізден сұрап тұр, соқтығысқаннан кейінгі жылдамдығын, оны анықтай салатын болсақ, V3 жылдамдығымыз тең болып тұрген M1 V1 азайтылған M2 V2 бөлінген M1 қосылған M2. Сонда бізде 7-ні көбейтеміз 3-ке, азайтамыз 3-ті көбейтеміз 2-ге, бөлеміз оны 10-ға. Сонда 21-ден 6-ны азайтатын болсақ, сендерде 15 шығады, 15-ті 10-ға бөлетін болсаңыздар, 1,5 метр бөлінген секунд деген жауап шыға келеді екен. Яғни қанда біздің С жауабымыз дұрыс деген сөз. Келесі сұраққа көшетін болсақ, 20 метр секунд жылдамдықпен түзу сызықты қозғалып келе жатқан массасы 2 килограмм дене, тыныштықта тұрған массасы 3 килограмм денемен соқтығысады да, әрі қарай екеуі бірігіп V жылдамдықпен қозғалып бастайды. Денелердің соқтығысуға дейінгі жалпы импульсы. Яғни қанда қараңыздар, мына бір дене 2 килограмм денеді жалпы. Ол сендерде 20 метр секунд жылдамдықпен келе жатыр. Айтады, дене тыныштықта тұрған массасы мынандай денемен соқтығысады дейді. Яғни мынандай бір үлкендеу салайын. Мынау сендерде 3 килограмм нәрсе болатын болса, ол тыныштықта тұр. Яғни қандай, оның жылдамдығы 0 деген сөз. Енді айтады, олар бірігіп, әрі қарай екеуі бірігіп V жылдамдықпен қозғалады деп тұр. Сонда бізде мынау бір дене екіншісін тартып алып кетеді да, бізде қандай да бір V жылдамдықпен қозғалады дейді. Сонда олардың жалпы массасы 5 килограмм болып тұр, 5 килограмм. Енді бізден сұрайды, денелердің соқтығысуға дейінгі жалпы импульсы. Сонда біз соқтығысуға дейінгі деп тұр, сондықтан мына жағын қарайтын болсақ, бізде P1 импульсіміз бар, және де екінші импульс ол сендерде 0-ге тең, мына жақта. Екінші импульс ол сендерде 0-ге тең, ал бірінші импульсіміз M1 V1-ге тең. Сонда біздің соқтығысуға дейінгі жалпы импульсіміз ол жай ғана бірінші дененің импульсы ғой. Яғни қанда P1 тең болады 2-ні көбейтесіңдер 20-ға, ол сендерде 40 килограмм көбейтілген метр бөлінген секунд деген жауап бола салады екен. Яғни қанда мынау бір Д нұсқасы бізге дұрыс деген сөз. Келесі сұрақ бізде мынандай бір сұрақ болсын. Массалары 3 килограмм және 7 килограмм, ал жылдамдықтар сәйкесінше 3 және 2 метр секунд болатын екі дене бір бағытта қозғалып, серпімсіз соқтығысады дейді. Соқтығысқаннан кейін денелер бірге қозғалып, соққыдан кейінгі денелердің жалпы жылдамдығын сұрап тұр екен. Сонда бізде қараңдар, бірінші дене бар,
оның массасы 3 килограмм. Давайте кішкентай етіп салайық. Ол сендерде 10-ға қарай 3 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатыр. Ал енді оның алдында үлкендеу бір 7 килограмм нәрсе 2 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатыр да, и мына бір дене соғады мына екінші денеге. Сонда олар бірігіп 10-ға қарай қандай да бір v3 жылдамдықпен кетеді ғой. Массалары оның екеуі қосылып 10 килограммды бере салады. 10 килограммды. Енді біз импульстың сақталу заңын жазатын болсақ, x осьін қарайсыздар, бағыттастардың барлығын қосамыз. Сонда P1 импульсіміз қосамыз P2-ге, ол тең бола салады P3 импульске. Яғни қанда оларды ашып жазатын болсақ, M1 V1 қосылған M2 V2 тең бола салады M3 V3 дейміз. M3 дегендерің енді екеуінің қосындысы ғой. Сонда бізде жалпы жылдамдықты сұрап тұр. V3 жылдамдығымызды, оны анықтайтын болсақ, 3-ті көбейтеміз 3-ке, қосамыз біз 7-ні көбейтіп 2-ге, бөлеміз, бізде жалпы массамыз 10 килограмм. Сонда 9-ға қосатын болсақ 14-ті, давайте 9-ға 14-ті қосып, бөле салатын болсақ 10-ға, ол сендерде бізде 2,3 метр бөлінген секунд деген жауапты бере салады екен. Енді бұл жерде бізде ондай жауап жоқ болып тұрған себепті, мына жерде қарасақ бір бағытта қозғалып келе жатыр. Онда бізде мына жерде варианттарда мүмкін қателескен болуы да мүмкін. Келесі сұрақ. Мынандай бір сұрақ болсын. Горизонталь жазықтықта 14 метр секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 3m болатын А денесі, массалары 2m және m болатын B және V денелермен кезекпен серпімсіз соқтығысады дейді. Соқтығысудан кейінгі денелердің қозғалыс жылдамдығы қандай? Яғни қандай қараңдар, бізде мына бір А денесі бірінші мына жаққа қарай 14 метр бөлінген секунд жылдамдықпен қозғалып келе жатады да, тыныштықта тұрған мына бір B денесіне соқтығысады. Сонда олардың жалпы импульсы қанша болады? Мынау А денесі және мынау бір B денесі болатын болса, олар қандай да бір V3 жылдамдықпен қозғалып бара жатыр. Сонда олардың соқтығысуға дейінгі тек қана мына бір А денесінің импульсы болатын болса, біз PA денесінің импульсын теңестіре аламыз PAB дей салсақ, екеуінің біріккен импульсы. Сонда MA VA тең болады MA қосылған MB көбейтілген V3 дейсам. Сонда бізде оның жылдамдығы қанша болады? Жалпы соқтығысудан кейінгі бізде 3m-ді көбейтеміз 14-ке, бөле салады екенбіз. Жалпы екеуінің массасы 5m болады. Сонда ана жерде m-дар қысқарады. Мен 14-ті көбейтіп 3-ке бөлетін болсам 5-ке, ол сендерде 8,4 метр бөлінген секунд бола салады екен. Енді ол екеуі барып, мына бір V денесіне соқтығысады ғой. Яғни қанда мына А және B денелері қандай да бір 8,4 метр секунд жылдамдықпен, олардың жалпы массасы 5m, ол барып тыныштықта тұрған массасы m болатын V денесімен соқтығысады. Сонда олардың жалпы импульсы А денесі, B денесі және V денесі болады. Мына жерде 3m, 2m және m деген массалы денелер қандай да бір V3 штрих десек. Бізден сұрап тұрғаны осы біздің соңғы жылдамдығымызды сұрап тұрған. Сонда давайте жазайық. Импульсың сақталу заңы бойынша PAB бізде тең бола салады PAB десем. Сонда бізде MAB көбейтілген V3 тең бола салады MABV көбейтілген V3 штрих десем. Бізден сұрап тұрғаны V3 штрих. Сонда ол 5m-ді көбейтеміз 8,4-ке, оны бөле саламыз нешеге? 6m-ге. 6m. Сонда бізде m мен m-дар қысқарады. Енді 8,4-ті 5-ке көбейтіп бөлетін болсақ бізде 6-ға, ол сендерде 7 метр бөлінген секунд деген жылдамдықты береді екен. Яғни айтқанда біздің мына бір С жауабымыз дұрыс деген
сөз екен. Келесі сұрақ бір мынандай бір сұрақ болсын. Массасы m1 v жылдамдықпен қозғалып келе жатқан дене массасы m2 қозғалыссыз тұрған денемен соқтығысады. Яғни қандай? m2-нің жылдамдығы 0-ге тең. Соқтығысудан кейін денелер v бөлінген 3 жылдамдықпен қозғалады. Яғни қандай? 10-ға қарай v бөлінген 3 жылдамдықпен. Айтады, денелердің массаларының қатынасы m1 бөлінген m2-ні бізден сұрап тұрген. Енді мына жерде бір импульстың сақталу заңын сразу жазып жіберетін болсақ, қараңыздар, m1 v1 жылдамдық. Енді екінші дененің импульсы 0-ге тең болған себепті, оны мен теңестіре аламын сразу m3 v3 десем. Яғни айтқанда m1 көбейтілген v тең болады m1 қосылған m2, m1 қосылған m2 көбейтілген v бөлінген 3. Енді біз мына жерден v жылдамдықтарды қысқартып жібере салатын болсақ, сонда мен мына бір 3-ті солға қарай көбейтіп жіберсем, яғни айтқанда 3m1 тең бола салады m1 қосылған m2. Енді бұл жерде m1-ді солға қарай азайту қылып өтірсем, 2m1 тең болады m2-ге. Ал енді олардың жалпы қатынасын алатын болса, яғни айтқанда қараңыздар, бізден сұрап тұрғаны именно m1 бөлінген m2 қатынасты. Сонда мен мына жерден қарайтын болсам, оны алу үшін бізде 2-ні бөлу қылып жүрсек, 2-ден 1 деген жауап шыға салады екен. Яғни қанда ол мына бір D нұсқасында орналасқан жауап болып тұр екен. Жігіттер, осымен біздің қысқаша видео сабақ аяқталды. Сіздермен бірге болған Қайыржан ағай. Импульстың иммунны серпімсіз соқтығысуы түсінікті болған болса, бізде каналға тіркеліп кетіңіз.